Баршаңызға сәлем қыздар, бүгін сіздерге өте дәмді картошканы рецептімен бөлісетін боламын. Әркім әртүрлі жасайды. Бүгін мен сіздерге өзімнің жасалу рецептімен бөлісемін. Видеоны өткізбей соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қазанымызға сұйық май құямыз. Сосын 100 грамдай құйдым, жақсылап майды қыздырып аламыз. Және де етімізді үлкендеу етіп турап алдым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша етті 4 бұрышты етіп турап, барлығын жуып, одан кейін қазанымызға салдым. Етті 5 минут шамасында араластыра отыра қуырып алдым. Пияздың қабығын ашып, 4 бұрышты етіп турап, ірілеу етіп турадым. Және де осы еттің үстіне салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және де пиязды сарғайтып қуырамыз. Сол кезде сіздердің картошкаларыңыз сап-сары болады. Ешқандай томаттың қосудың қажеті жоқ. Сарымсақ және де үлкенірек етіп туралған сәбізді салып, оны да тағы 5 минуттай қуырамыз. Оттың астын пияз қуырған кезде қаттырақ қойыңыздар, және де араластыра отырып қуырсаңыздар, қып-қызыл әдемі болып қуырылады. Енді үстінен 60 грамдай су құйдым. Кішкене мына қазаныңызға етіңіз батып тұру керек. Етіміз пісіріп аламыз етті. 1 сағаттай осы суда жай отта қақпағын жауып, жаңағыдай бұқтырып пісіріп аламыз. Етіміз піскеннен кейін енді картошкамызды саламыз. Картошканы қабығын ашып, турап, осылай үлкенірек етіп турадым. Және де үстінен 1 шай қасық тұз салдым. Жақсылап барлығын араластырамыз. Егер қатты еттің суы тартылып кететін болса, аздап қана су қоссаңыздар болады. Сонымен қатар каналымда өте дәмді ыстық тағамдардың, тәттілердің, салаттардың рецептілері бар. Каналыма тіркеліп алыңыздар, және де сол салаттардың, тағамдардың рецепттерін описание бөліміне қалдырамын. Осы видеоның атауының үстін бассаңыздар, описание деген бөлімдер ашылады, сол жерде сілтемесін қалдырамын. Және де осы видео ұнап жатса, сіздерге төменгі жақта поделиться деген бөлім тұр, соны басып WhatsApp желісіне, чаттарға, группаларға, ағайын туыс бауырларға жіберіп қойыңызды сұраймын. Каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Және де үстіне қалауыңыз бойынша көк пияз немесе осындай укроп сеуіп сынсаңыздар болады. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер, өте оңай жасалынады, әрі өте дәмді болып шығады. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер.